Сәлем достар, біз бүгін салат әзірлейміз. Ол үшін бізге қажет болатын сыр, болжау, кәдімгі кептірілген нан. Үйде жасасаңыздар да болады. Қызанақ қажет болады. Ал енді бастаймыз. Ең бірінші біз сырымызды теркадан үккіштен өткізіп аламыз. Мінекей. Келесі кезекте қызанақты тураймыз. Өзіңіз білесіз, қалай турасаңыз да қызанақты. Біз кәдімгі салатқа турайтындай міне осылай турай береміз. Bir buruşuna salamız. Böyle bolca keptirilген mi? Мінекей. Келесі кезекте барлығын кешірім сұраймыз. Осы майонез жеткілікті. Енді жақсылап араластырамыз. Майонезі көп болса да бұлжырап жаман болып кетеді. Сол себепті бізге осы майонезіміз жеткілікті. Мінекей достар, салатымыз дайын. Салатымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Видео көргендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар. 3-4 минутта дайын болатын салатымыз. Мінекей, астарыңыз дәмді болсын.